Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Сіздермен әдеттегідей Гүлфайрuz Абсаттар. Бүгін біз фонетиканың 4-ші сабағын буын деген тақырыпқа арнайтын боламыз. Дыбыстық топқа жіктелген сөз ағымының шағын мүшесін буын дейміз. Буын сөздегі дауысты дыбысқа негізделеді. Яғни сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалға, сабақ деген сөзді алайық. Сабақ деген сөзде қанша дауысты дыбыс бар? 2 дауысты дыбыс бар. Сәйкесінше 2 буын бар. Қазақ тілінде буынның 3 түрі бар. Ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Енді дәл осы буындарға жеке-жеке тоқталып өтсек, ең алдымен ашық буын. Ашық буын дауыссыздан басталып, дауыстық аяқталатын, немесе жалғыз дауыстыдан тұратын буын. Мысалы, бала, қала, дала деген сөздерін алдым. Енді бала деген сөзге тоқталсақ, бала деген сөзде қанша дауысты дыбыс бар? 2 дауысты дыбыс бар. Сәйкесінше 2 буын бар. Бала. Екеуі де бұл жерде ашық буын болып тұр. Яғни б дауыссыз, а дауысты, л дауыссыз, а дауысты. Сонымен қатар қазақ тілінде бір дауысты дыбыс жеке тұрып бір буынды құрай алады. Яғни жалғыз дауыстыдан тұратын буын біз жалаң буын деп атаймыз. Мысалы, мұнда ана деген сөз бар. Ана деген сөзде қанша дауысты дыбыс бар? 2 дауысты дыбыс бар. Яғни 2 буын бар. А деген жалғыз тұрып өзі бір буынды құрап тұр. Біз бұны жалаң буын деп атаймыз. Мына бізде ашық буынға жатады. Келесі бізде тұйық буын. Тұйық буын ашық буынның қарама-қарсы түрі. Тұйық буын дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталатын буын. Мысалы, ат, ет, ер, от, ант, тағы да басқа сөздер. Байқап тұрмыз ғой, А бізде дауысты, Т дауыссыз. 3-ші буын бізде бітеу буын. Бітеу буын дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталатын буын. Көз, сөз, жер, жұрт, қан, тағы да басқа сөздер. Яғни бітеу буын өзі аты айтып тұрғандай бітеп тұр. Сөзді екі жағынан да бітеп тұр. Ана жақта дауыссыздан басталып, дауыссыздан аяқталып. Сіздерге буын тақырыбы түсінікті болды деп ойлаймын. Әдеттегідей білімді бекітеміз. Осы жерде стоп қоямыз. Менен бұрын жауап беруге тырысамыз. Буын дегеніміз не? Буын дегеніміз сөз ағым, дыбыстық топқа жіктелген сөз ағымының шағын мүшесі. Буынның неше түрі бар? Буынның бізде 3 түрі бар. Ашық буын, тұйық буын, бітеу буын. Ашық буын қалай жасалады? Ашық буын дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталады. Жалаң буын дегеніміз не? Жалаң буын дегеніміз жалғыз дауыстыдан тұратын буын. Жалаң буынға мысал келтір. Мысалы, әже деген сөзді алайық. Әже деген сөзде 2 дауысты дыбыс, 2 буын. Жалғыз тұрған ә деген буын бізде бұл жалаң буын болып табылады. Дауыстыдан басталып, дауыссызға аяқталатын буын түрін ата. Бұл бізде тұйық буын. Яғни бағана айтқанымыздай ат, от, ер деген сөздер. Тұйық буынға мысал келтір дейді. Дәл қазір мысал келтіріп қойдым мен. Бітеу буын дегеніміз не? Бітеу буын дегеніміз дауыссыздан басталып, дауыссызға аяқталатын буын. Бітеу буынға мысал келтір. Көз, сөз, жұрт, тағы да басқа сөздер. Мұнда жаз, қар, бор сөздері қандай буынға жатады? Бұл сөздер бізде бітеу буынға жатады. Өйткені екі жағынан да 2 дауыссыз қоршап тұр. Бүгінгі сабақ ұнады деген ойдамын. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Түсінбеген жерлеріңізді астына пікірге қалдырып кетсеңіздер болады. Келесі сабақта біз фонетиканы одан әрмен қарай жалғастырамыз. Міндетті түрде арнаға жазылып қойыңыздар.